Баршаларыңызға сәлем достар, сіздерді каналымда қайта көргеніме қуаныштымын. Бүгін менің ең сүйікті айдарым. Бүгін біз киім шкафын ретке келтіреміз, киім кешекті қажетсіз заттардан тазартамыз. Нақтырақ айтқанда расслабление гардероба. Кез келген адам үшін үй ол нағыз жайлылықты максималды түрде сезінетін орта болуы керек. Сол себепті үйге жайлылықты бірге енгізейік. Ең алдымен комодқа мән берсек, іші хаос болып кеткен ғой. Әлбетте бұл жерді өзімізге ыңғайлы етіп реттемесек болмайды. Үйдің тазалығы ол мидың тазалығы. Комодтың ішінен артық заттарды шығарып, мерзімі өткен косметикамен қоштасып, тек керек зат қалдырамыз. Сонда көзімізге не бар, не жоқ екені бірден көрініп тұрады. Бұл визуалдық тыныштық деп аталады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ватный дисктер мен ватный палочкаларды реттестіріп қоюдамын. Және де бір ватный дискін алып, мицеллярны су құйып, өзімнің зарядкам бар, наушник бар, солардың барлығын әдемілеп, жақсылап сүртіп, ағартып шықтым. Ендігі кезекте бөлме тазалығы. Төсек орынмен аптасына бір рет наволочка пододеяльниктерді жаңартып тұрамын. Тыныш ұйқы ол таңда сергек болып оянуға ықпалын тигізеді. Сондықтан төсек орын жайлы болуына және де материалдардың барлығы мақтадан болуына, синтетика араласпауына мен өте қатты көңіл бөлемін. Себебі ұйықтағанды жақсы көремін. Бұл мен туралы бір ақпарат. Бұл өзімізге деген кішкентай бірақ маңызды қамқорлық. Ал енді қызықты бөлім гардероб. Мен шкафтағы киімдерді түгел шығарып барып жинағанды жақсы көремін. Себебі солай ғана киімдермен шын мәнінде танысасың. Сен кім едің, қайдан келген едің, мен сені соңғы рет қашан кидім деген сұрақтар өздігінен туындайды. Бұл менде парадный киімдер, былайша айтқан кезде көйлектер, қысқы пиджактар, қысқы шалбарлар, олардың барлығын мен пакетке салдым. Мына дальний ящик. Барлық заттар көзіңізге көрініп, не бар екенін біліп тұратын болсаңыз, сіздің миыңызда тыныштық пайда болады. Көп жағдайда адам бейсаналы түрде ойлайды. Егер мен бәрін көріп біліп тұрсам, ол менің миыма нагрузка болады. Қалай бар, солай қоя салайын деп игнор жасайтын кезімізде болады екен, бірақ сондай кезде есімізге алуымыз керек. Адам көрген сайын, білген сайын қуаттана түсе береді екен. Қарапайым киімдерді жинап, не бар, не жоғын білгеннің өзі үлкен жетістік. Бір адамнан естігенім бар еді, егер сен кішкентай жетістіктерге дайын болмасаң, үлкеніне ұмтылмай қойсаң да болады деген. Кішкентай жетістіктің өзі құралып келіп үлкенге айналады. Ал енді гардеробтың барлығын тазалап болдым. Кір киімдерді кірге салып, пакеттегі киімдерді орындарына қойдым. Ал енді көптен бері жинаймын деп жүрген Алиханның шкафына да келіп жеттік. Алиханға арнайы бөлек кровать әперген болатын едік. Оның астында үлкен осындай 2 суырма бар еді. Сол суырмаға Алиханның қысқы кимейтін киімдерін салуға кірістік. Мен әр кез расхламление жасау басында уайымдаймын. Балам маған кедергі жасамай ма екен, балам менімен ойнағысы келіп, мен онымен ойнай алмай қалмас па екенмін деген сияқты. Жоқ, Аллаға шүкір, барлығы ойдағылай болды. Ойнап та үлгеріп жатырмыз. Алихан маған көмектесіп отырды. Біраздан соң Алихан алды да өзінің сұрмасын өзі жинап бастады. Сол себепті маған кедергі жасаған жоқ, керісінше көмектесті. Оған Аллаға шүкір. Бірінші сұрманы аяқтадық. Ол жерде Алиханның кішкентай кезінде киген киімдері шақ болмай қалған киімдер. Енді екінші сұрмаға мен қыстық киімдерді салмақшымын. Шынымды айтсам, осы кроватты сұрмалар үшін алдым. Енді шкафтың қасында кішкентай комод тұрған байқаған шығарсыздар. Бұл Алиханның күнделікті киетін киімі. Ол жерде де қысқы киімдер мен жазғы киімдері араласып кетті. Қысқы носкилер, жазғы носкилер алдым да барлығын өзімнің шкафыммен қалай жасадым, тура солай Алиханның киімдердің барлығын сыртқа шығарып, әдемілеп бүктеп ішіне қойдым. Одан соң бірден уборкаға кірісіп кеттім. Влажная уборка, бүкіл жердің шаңын, полын сүртіп алдым да пылесостап шықтым. Ал енді мен дейін кейінгі видеом, мына жерде менде үйге киетін көйлектер, шалбарлар барлығы бөлек-бөлек даққа-даққа тұр. Гардеробта өздеріңіз байқағандай кішкене болсын орын босады. Орамалдарымды мен вертикалды түрде бүктеймін осылай, себебі көрініп тұрады қай жерде не бар екен. Комодтың да ішінде араласып атқан ештеңе жоқ. Бұл жерде маған барлығы түсінікті. Алиханның шкафын жинаудағы мақсатым ең астындағы полканы босату болды. Ол жерге мен ойыншықтарды қойып қойдым. Енді ойыншықтар сыртта емес, шкафтың ішінде болатын болды. Менің видеоны түсірудегі мақсатым үйді дәл осылай жинау керек деп нұсқау беру емес, керісінше бір адамның өмірінен жақсылық пен шабыт әкелу еді. Осы видеоны көргеннен кейін кем дегенде бір адам болса да өз үйінің
жайлылығын арттырып, жақындарына жылы көңіл-күй сыйласа, мен үшін соның өзі үлкен бақыт болар еді. Ал енді бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар.